18.000 ғаламтор. Баршаңыз кальмар ойыны сериалын көрген боларсыздар. Ал бұл ойын шын өмірде болғанын білесіз бе? Мына суреттерге қараңызшы. Бұрын соңды бір жерде көргендей болып тұрсыз ба? Иә, кальмар ойыны сериалындағы локацияларға ұқсап тұр. Бауырластық баспана. 1986 жылы Оңтүстік Корея Азияда ойындарына дайындалып жатқан еді. Билік әлемге заманауи елді көрсету үшін көшелерден жағдайы төмен халықты алып тастауға шешім қабылдады. Пусандағы бауырластық баспана бүкіл ел бойынша ондаған ұқсас мекемелердің ішіндегі ең үлкені болды. Кезінде мұнда шамамен 3,5 мың адам болған. Ресми түрде бұл үйлер далада қалған үйсіздерге пайдалы кәсіптерде үйретілетін баспана болу керек еді. Корея пропагандасы бұл мекемені халыққа деген әлеуметтік көмек орталығы деп атаған. Алайда бұл баспананың қабырғасында түрлі сұмдық жағдайлар орын алған. Прокуратураның тергеу нәтижесі бойынша бұл пансионаттың тек 10% ғана үйсіз адамдар болған. Ал қалғандары көшеден кетіп бара жатқан жерлерінен ұстап алынып мәжбүрлі түрде осында әкелінген. Әрбір ұсталған адам үшін полиция қызметкерлері сыйлықақы алып, қызметін жоғарылату мүмкіндігіне ие болған. Пансионат басшылығына мемлекет үлкен сомада қаржы бөліп отырған. Бірақ ол ақшаның бәрі пансионат тұрғындарына емес, басшылықтың қалтасына кеткен. Пансионаттағы орын алған бірнеше сұмдық жағдайлар. Бауырлас баспананың алғашқы күндерінде тұтқындар шатырларда ұйықтады. Олар өздері үшін үлкен бетон құрылымын салуға мәжбүр болды. Тұтқындарды аштықтан қинап, зорлап, азаптаған. Көптеген тұтқындар еңбек ақы алмаған, тіпті балалар да құлдыққа түскен. Йен Сэнгмо есімді бала 15 жасында ұрланып, 4 жыл пансионатта қамауда болған. Егер біз жоспарланған жұмыс көлемін орындамасақ, бізді бейсбол таяқтарымен ұратын. Чхве атты 14 жасар бала апасымен бірге Оңтүстік Кореяда тұрған. Оны да бір күні күштеп қинап алып кеткен. Чхвенің айтуынша, араларындағы үлкен ер адам баспананың қиындығына шыдай алмай, біз мұнда не үшін жүрміз? Неге біз мұның бәріне шыдауымыз керек? Бізді қайта үйлерімізге жіберіңіз деп айқайлап талап еткен еді. Күзетшілер ол кісіні дереу ұстап алып, басқа бөлмеге апарып аямай ұрып тастады. Қиналған ер адамның жан айқайы шықты. Көп ұзамай үні де шықпай қалды. Содан бері ол кісіні біз мүлдем көрмедік. Сол күйі арамызға оралмады. Менің ойымша, ол сол күні қайтыс болды. Пак Сун Хи есімді қызды 10 жасында алып кетіп, 16 жасқа дейін құлдықта ұстаған. Соққыға жығып зорлаған. Қыздың айтуынша, бауырластық мекені сүйектерімізге дейін өтіп, есімізден кетпейтіндей жаман іс қалдырды. Мен ешқандай қылмыс жасамадым. Бірақ неге формама нөмір іліп қойды? Бұл психикалық жарақат өмірімнің соңына дейін менімен бірге мәңгі қалады. Пансионаттағы күн тәртібі таңғы 5-те басталады. Мыңдаған барлық тұтқындағы адамдар бірдей киімде үлкен аулаға шығып, сапқа тұруы тиіс. Пансионаттың айналасы үлкен биік бетон қабырғаларымен қоршалған, және ол аумақты қаруланған күзетшілер бақылайды. Мұнда адамдардың өмір сүру жағдайы да өте нашар болды. Мысалға, 120 адамға тек 30 тіс тазалау щеткасы берілген. Жыл мезгіліне қарамастан тұтқындарға жылына тек бір ғана киім таратылған. Баспананың негізгі шаруасы ол әртүрлі өндірістегі жұмыс. Егер өндірісте бір күндік жоспар орындалмаса, балаларды, кәрі қарияларды, әйел қыздарды аямай жазалаған. Денедегі ескі жарақаттар жазылып үлгермей, орнына жаңасы пайда болатын. Тұтқындарға тамақты өте аз беретін болған. Соның салдарынан адамдар ылғи әлсіз күйде жүрген.
Қарындары тоймай аштықтан қиналғандары соншалықты, тіпті кейде тышқан немесе егей құйрықтарды ұстап жеген. Ал әйелдер бөлімінде күнде зорлық, зомбылық жасалған. Тұтқындарды бақылауда ұстау үшін пансионат дінді де қолданған. Адамдарды мәжбүрлі түрде шіркеу әнұранын айтқызған. Сендердің мұнда жүргендерің ол Құдайдың қалауы деп сендірген. Және сол дінді өздерінің тұтқындарға деген жауыздығын ақтауға да пайдаланған. Пансионатқа түскен балалардың бірі Чой Сын У есімді баланың оқиғасы. Оны көшеден осы баспанаға алып кеткен кезде бала 13 жаста еді. Әдеттегідей күнделікті мектептен үйіме кетіп бара жатқан жерімнен полиция қызметкері мені тоқтатты. Қалталарымды тексеріп, сөмкемді ашып ақтара бастады. Сөмкемнің ішінен мектептегі түскі астан қалып кеткен жарты нанды шығарып, оны қайдан ұрлап алдың деп сұрады. Мен қанша рет нанды ұрламадым десем де, полиция қызметкері сенбей мені ұрып соға бастады. Ұрлағаныңды мойындамағаныңша мен сені ешқайда жібермеймін деп айтты. Мен қорыққанымнан нанды ұрладым деп өтірік мойындай салдым. Өтініш, мені жіберіңізші деп жалбарындым. Шамамен осыдан 10 минуттан соң сол жерге жүк көлігі келіп тоқтады. Содан баланы көлікке қинап отырғызып алып кетті. Сол сәттен бастап Чойдың өмірі сұмдыққа айналды. Пансионаттың күзетшілері мені суық бөлмеге кіргізіп киімдерімді шешіп тастады. Кенеттен үстіме бір шелек мұздай суды төгіп жіберді. Суықтан жаурап қалтырап ұйықтай алмай жатқанымда бөлмеге тағы да күзетшілер келіп мені ұрып тастады. Осылайша қатарынан 3 түн бойы маған зорлық, зомбылық көрсетті. Күзетшілерге қарсылық көрсетіп, тыйым салынған сұрақтар қойған адамдарды көзімше ұрып, кейбіреулерін өлтіріп те тастады. Өлген денелерін еденде сүйреп, сыртқа шығарып лақтырып жіберді. Чой осы пансионатқа алып келінген ең жас балалардың бірі еді. Сол үшін оған жеңілдеу жұмыстар істетіп қойды. Жеңілдеу болғанда ол баланың қолынан келеді-ау деген жұмыс. Бірақ мүлдем аяушылық мағынада емес. Конверт жасау немесе тіс тазалағыш жинау цехында еңбек етті. Маған тек көк түсті спорттық костюм, резиналық туфли, бір іш киім берілді. Және осы киіммен жыл бойы ауыстырмай киіп жүрдім. Бізге жуынуға көп рұқсат берілмейтін еді. Айына 1-2 рет жуынатынбыз. Оның өзінде суық суды үстімізге шашып жіберіп, бізді дереу жуынатын бөлмеден қуып жіберетін. Соның салдарынан денем кірлеп, тері сасып, қыши бастады. Иісі шығып, шірген балық пен қатып қалған күрішті аз мөлшерде бізге тамақ ретінде күнде беріп отырды. Барлық тұтқындар дұрыс тамақ іше алмағандықтан қиналып жүрді. Бір төсекте 4 адам болып қысылып жатып ұйықтаған күндерде болды. Көбісі бұл жерден қашып кеткісі келді. Алайда жан-жақта қарулы күзетшілер көп болғандықтан және биіктігі 7 метрге жуық қабырғалар болған соң бұл мүмкін емес еді. Чойдың ата-анасы оны іздеп таба алмай ақыр соңы полицияға хабарласты. Чоймен қоса олардың екінші ұлы да жоғалып кеткен еді. Алайда полиция қызметкерлері олардың өтінішін орындамады. Чойдың бауыры да осы пансионатқа жеткізілген болатын. Бірақ оның бауыры мұндағы қиыншылықтарға шыдай алмай өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Мен бұл баспанадан шыққанның өзінде де ондағы азаптар еркіндіктегі өмірімен бірге тоқтамай жалғаса берді. Менің осы пансионатта болғанымды естіген адамдар менен шошып, қорқып аулақ жүруге тырысты. Мемлекет бізді көшеде жүрген қаңғыбас, жабайы және қоғамға қауіпті деген жаман атты таңба қойғандай болды. Және ең бастысы халық осыған қатты сенді. Мен өз отбасыммен байланысты жоғалтып алдым. Бірақ уақыт өте жанұямның барлығы сол пансионатта болғанын және олардың қазір психиатриялық ауруханада емделіп жатқанын білдім. Егер адамдар ол жерден құтылып шыққан болса, демек пансионатты да әшкерелеген болу керек деген сізде ой туындаған болар. Ал бұл мекемені желтоқсан айында 1986 жылы Ким есімді прокурор демалыс күнін орманда өткізіп жүргенде кездейсоқ әшкерелеп қойды. Ол орманда бір түрлі жұмыс киімінде жүрген бір топ адамдарды және қолдарында ұзын ағаштары бар күзетшілерді байқап қалды. Әсіресе оның назары күзетшілердің аяқ қолдары шынжырмен кісенделген адамдарды қораға қуып жатқанына түседі. Прокурордың тергеу барысында таңқаларлық шындықтар ашылды. Пансионатта 900-ге жуық кәмелетке толмаған жас балалар болған.
және 3000-ға жуық ересек адамдар тұрған. Пансионат жетекшісі Пак мырзаның офисында қолма-қол 20 миллион доллар табылды. Бұл табылған сома пансионаттың қаншалықты жемқорлыққа батып кеткенін көрсетті. Жауап алу барысында Пак өзін сенімді еркін ұстады және өзін айыпты емес екенін айтты. Мені бұл лауазымға Оңтүстік Кореяның президенті тағайындаған деді. Осында алып келген адамдардың әрқайсысына өкіметтен пансионатқа үлкен қаржы бөлінген. Бұл қылмыстың анық дәлелденгеніне қарамастан, жоғарыдағы мемлекеттік басшылық тергеуге қысым көрсетіп, жетекші Пак мырзаның жазасын жеңілдетуін талап етті. Прокурор Ким сот жүйесіне сенімділігін жоғалтып, қатты көңілі қалғанын айтты. Ал Пак мырза істеген қылмыстары үшін бар болғаны 2,5 жылға сотталды. 1987 жылы бұл оқиға елге кеңінен тараған соң, пансионат формальды түрде жабылды. Алайда іс жүзінде жай ғана бұл бағдарламаның атауы ауысып, мекеме жұмысын басқа жерде жалғастырды деген сыбыста тарады. Бауырластық баспананың құрбандары 25 жыл бойы шындықты айта алмай үнсіз жүрді. Ең басты себеп ол қоғамның оларға деген теріс көзқарасы. Көбісі әдеттегідей баяғы өмірлеріне қайта орала алмады. Ата-аналарын, жақындарын жоғалтып, оған қоса психикалық ауытқуға ұшырады. Арадан қаншама уақыт өте келіп, тек 2012 жылы ғана құрбандар мемлекеттен және соттан әділеттілікті талап ете бастады. Ең алғашқы болып Хан есімді азамат өз талаптарын ашық айтты. Мен қазір 37 жастамын, бірақ сол кездегі 9 жасар баланың оқиғасын айтып берудемін. Біздің жалғыз ғана қалауымыз қайтадан тәуір өмірге оралу. Бірақ өкінішке орай сот олардың арыздарын қабылдаудан және тергеуді қайта бастаудан бас тартты. Басты себеп қылмыстық істің мерзімі өтіп кеткен болды. Ал Пак мырза қалған өмірін баспанада жемқорлық арқылы тапқан ақшаларының арқасында бай күйінде өткізді. Кореяда бірнеше үлкен ғимараттары болды және 2016 жылы көз жұмды. Алайда баспана құрбандары мұнымен тоқтай қоймай, тағы да 3 жыл бойы соттан әділдікті талап етті. Тек 2020 жылы ғана сот бұл істі тағы да қозғады. Бірақ сонда да құрбандар мемлекеттен толыққанды өтемақы ала алмады. Өкініштісі, сол баспанада жұмыс істеген адамдардың көбісі әлі күнге дейін жазаланбай бостандықта өмір сүріп жүр. Құрбандардың айтуынша, бұл баспана адамгершіліктен жұрдай болған қатыгез бөлек әлем еді. Бауырластық баспанасы мен кальмар ойыны бункерінің арасында ұқсастықтар бар, бірақ олардың байланыстылығына нақты дәлел жоқ. Сериалда ойыншыларды әдетте қаржылық проблемалары бар адамдарды көшеден жинап, бункерге орналастырып, реттік нөмірлер беріп, бірдей костюмдер кигізіп, қатыгез ойындар ойнауға мәжбүрледі. Қарап тұрсаңыз, сериалмен ұқсастықтар көп. Бірақ сериалдың авторы Хван Дон Хёк сериалдағы локациялар түзету мекемесімен алынғаны туралы ешқашан айтпаған. 2021 жылдың қыркүйегінде ол сценарий жазу кезінде неге шабыттанғанын айтып берді. Мен көп жылдар бойы жапондық комикстер мен анимациялардан шабыт алдым. Кішкентай кезімде мен өзімде қиын қаржылық жағдайларға душар болдым. Мен кафеде көп уақыт өткізіп, патшалық шайқас және өтірікшілер ойыны комикстерін оқыдым. Мен қазіргі заманғы капиталистік қоғам мен үлкен бәсекелестік туралы аллегория немесе ертегі болатын тарих жазғым келді. Бұл өмір сүру ойындары ойын-сауық пен адам драмасының қоспасы. Бірақ менің ойыным өте қарапайым және түсінікті. Бұл көрермендерге тек ойындардың ережелерін түсінуге тырысуға емес, кейіпкерлерге назар аударуға мүмкіндік береді. Тағы бір интервьюде Дон Хёк өзінің 2009 жылдағы ауыр өмір туралы айтып берді. Және сол кезде болған оқиғалармен шабыттандым деген еді. Мен ол кезде өте қарапайым өмір сүрдім. Анам жұмыстан шығып кеткен еді. Ал мен бір фильмді шығарумен айналыстым. Бірақ киноға ешкімнен қаржы ала алмадым. Сол үшін мен жыл бойы жұмыссыз жүрдім. Ал анам мен апам күн көру үшін несие алуларына тура келді. Бұл уақыт отбасымыз үшін өте ауыр кезеңдер болды. Егер сол кезде кальмар ойыны шынайы өмірде болғанда, жанұям үшін мен тым болмағанда оған қатысу туралы ойланар едім. Кальмар ойынының мағыналарының бірі біз тең емес жағдайларда өмір үшін күресеміз. Бірақ кальмар ойындағы кейбір сәттер шын мәнінде Оңтүстік Кореядағы нақты оқиғаларға сілтеме жасайды.
Хванның айтуынша, бас кейіпкердің тарихы 2009 жылы бір үлкен компания 2000-нан астам жұмысшыны жұмыстан шығарып жіберген оқиғадан шабыттанған. Sanyong Motor авто өндірушісінің жұмыстан шығуына сілтеме жасай отырып, мен қазір кез келген қарапайым адам бір сәтте экономикалық баспалдақтың түбіне құлауы мүмкін екенін көрсеткім келді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде